кезінде Қытайда ешқандай елмен ашық ашкере соғыспағанмен бейбіт жағдайда халықты қынадай қырып отыр. Бұны міне 2017 жылы ең алғаш Францияның Le Monde газетіне берген сұхбатымызда Le Monde газетінің тілшісіне мен бұны геноцид деп атаған болатынмын. Le Monde газетіне кіріп, француз тілін білетіндер, ағылшын тілін білетіндер кірсеңіздер, сайтқа кірсеңіздер тұр. Айтпақшы, ол жердегі менің атым, мынау қазіргі ағылшыншада жазылып жүрген Серікжан дегендегі жыны ZH пен емес, ол кезде жаңағы бір таңбалы G-мен жазған болатын, бір таңбалы. Сөйтіп жазсаңыздар, Le Monde газетін жазады, Серікжан Біләш calls it genocide деп, genocide дегенде тырнақшаға алып қойғаны бар. Тура осы оқиға, міне мен 17 жылы геноцид деген, себебі біздің қолымызда сонда сан мыңдаған фактілер, дәлелдер болды. Енді біздің осы геноцид дегенімізді Америка үкіметінің осы күні кешеге дейін жаңағы мемлекеттік істер бас хатшысы болған Майк Помпео кетерінен, жұмысынан кетерде бұрын геноцид деп мемлекеттік тұрғыда тағы бір қайталады. Ал қазіргі Американың ол кісінің орнына келген мемлекеттік істер бас хатшысы да бұны геноцид деп айыптап отыр. Күні кеше, осыдан 3-4 күн бұрын Канада үкіметі Қытайды геноцид айыбымен айыптады. Ал Англия тарапта Қытайға деген өзінің айыптауларын күшейтуде. Ендеше осының барлығын біліп отырсаңыздар, біздің, яғни сіздің қасыңызда жүрген қарапайым қазақтың қара домалақ жігіттері мен қыздарынан ұйымдасқан осы нағыз атажұрт еріктілері дейтін ұйымның әлемдік ірі саясатқа қаншалықты деңгейде ықпал етіп отырғанын білесіздер. Біз бай емеспіз, қарапайым қазақтармыз. Біз сондай тонна кітап та жазған жоқпыз. Қарапайым қазақпыз, интеллигент, зиялы да емеспіз. Қазақтың кәдімгі екі қолына сүйеніп жанын бағып жүрген кәсіпкер азаматтары болатынбыз. Енді осы ұлттың басына ең ауыр күн туғанда интеллигент зиялылардан, жаңағы кәсіби саясаткерлерден қайыр болмағаннан кейін істің бәрін қайырып қойып, осы тақырыпқа кіріп кеткенімізді білесіздер. Саясаттағы тәжірибесіздігімізден бетің жүзің демей кей адамдардың бетіне қатты айтып, ұстаспайтын жерде ұстасып, тістеспейтін жерде тістесіп те қалған қателіктеріміз болды. Енді осының барлығына қарап отырсақ, кейде біреулер бізді әдейі арандатты. Соңғы кезде біздің Америкаға келіп жұмысымызды қауырт үлкен деңгейде үдетіп істеуімізге байланысты арт жақта қалған қалың шибөрілер мен қаншық иттер қайтадан абалап үруін күшейткен екен. Менің бір ғана айтатыным елім, жұртым, халқыма. Олардың бәрін елемеңіздер. Олар бізді жаңағы ауыл үйдің арасындағы ит жығыс күреске қайта айналдырып алып келмекші. Ендеше біз жұмысымызды істей берейік, ит үреді, керуен көшеді деген сөзді дәл осы жерде ғана қолдануға тура келеді, басқа жерде емес. Ит үреді, керуен көшеді. Біреуге әділетсіздік болып бір оңбаған сұрқия сұмпайы нақақ біреуді қаралап жатқан кезде елеме деп оған аққа жақ болмай елеусіз қарап отырғандарға бұл мақал келмейді. Дәл қазір біздің қолымызда әлемдік, ғаламдық, адамзаттық деңгейдегі үлкен тақырып тұрғандықтан біздің басқаларға жұмсайтын уақытымыз да, зейініміз де, зердеміз де, күшіміз де жоқ. Ендеше біз тек осы тақырыппен айналысайық. Менің жалпы бізді қолдайтын барлық адамдарға айтатын бір ғана сөзім бар. Сіз бізді қолдаңыз, ұлттық мәселе. Бұл міне, қазір әлеуметтік желі дейтін нәрсе тұр. Facebook, Twitter тұр, YouTube тұр. Сіздің не жазып, не қойғаныңызды бүкіл әлем қаттап, жоқтап отыр. Бейне жаңа қараңғы түнде, қараңғы тастың үстінде жорғалаған қара құмырсқаның ізін шексіз жаратушы құдірет иесі білгендей, дәл қазір кімнің қайсы физикалық адрестен, қайсы IP адрестен, қайсы бойлық ендік координатта отырып, қандай интернетті пайдаланып, қандай сайтқа қандай никнеймен жазғандығын, оның телефонның MAC адресі қалай, ол қандай модельдегі телефон, ал бұл адамның осы телефонына қандай нөмірлі сериалды сим-карт салынды, ал бұл сериалды сим-карт қандай GSM жаңа не CDMA, SCDMA медиаларға қолданылды, ал бұл кіммен сөйлесті. Бұның бәрін дәл ертеңгі ұрпақ демек, дәл қазіргі ұрпақтардың өзі бір секундта анықтап біледі. Сондықтан ешкім ештеңеден құпия болмайды. Сондықтан бізді фейк аттарменен қаралаған, жалалаған жұртқа да айтарым, өздеріңді аяңдар, ұрпақтарыңды аяңдар. Қытай фашизмінің құлайтын күні таяу, бүкіл адамзаттың көзі ашылып келе жатыр. Қытайдың қылмысын бүкіл дүние жүзі болып жаңағы жазғырып келе жатыр. Бұның барлығы кезінде
фашистік Германия ең алдымен Польшаға шабуыл жасаған кезде орыс пен неміс бірігіп, орыс фашизмін, яғни коммунистік фашизмменен Гитлер фашизмі бірігіп Польшаны екі жағынан шабуылдап алған кезде бүкіл дүниежүзі қай жақ боларын білмей қалған болады. Себебі дәл ол кезде де дәл қазіргідей экономикалық мүдде, саяси мүдде деген мүдделер болды. Дәл сол сәттің өзінде Францияның өзі Германияға ашық қарсы батыл тұрмай, Англияның өзі мүмкін Американы жаңағы соғысқа кіргізерміз деп, оның өзі екіұдай болғанда, неміс фашизмі олардың өзіне баса көктеп шабуыл жасағанда барып, олар соғысқа шарасыздан кіріп кеткен болады. Дәл қазірде дүние солай. Әрбір саясаткер, әрбір мемлекеттің басшысы біріншісі өзінің халқының қамын ойлайды, екіншісі өзінің саяси амбициясын ойлайды, өзінің жаңағы осындай үлкен шешімдерге, халықаралық дау-дамайға кірсе, тағымнан айырылып қалам ба, келесі жолы қайта сайланам ба, жоқ әлде партияластарымды зиянға ұшыратып алам ба дейтін мың сан ойлайтын ойлар болады. Сондықтан бұл жерде кейбір мемлекеттердің барлығы қазір біртіндеп саяси көзқарастары анықталып, айқындалып келе жатыр. Бұл бүкіл адамзаттық анти-қытайлық, яғни Қытайға қарсы ортақ танымға келе жатқандығының бір белгісі. Сондықтан жалпы Қазақстандағы мынау өздерін өтірік ұлтшыл деген формаға енгізіп, бастарына дәу-дәу джипті мініп, Қытайдың ұлттық компанияларын басқарып, немесе Қытайдың ұлттық мемлекеттік компанияларынан әшейін ақылшы жаңағы деген неше түрлі статус алып, айына жаңа саусақтарын қыбырлатпай 15-20 мың доллар, 50 мың долларға дейін жаңағы Қытайдан айлық алып отырғандардың ресми түрде қаржыландыруменен бізге қарсы үретін жаңағы абалақ иттер көбейіп кетті. Олар шын мәнінде Қазақстанда дәл қазір жұмыссыздық білесіздер, көбісі үйде отырған қатын-қалаш, және көбісі жұмыссыз қалған кешегі журналист, анау-мынау жан бағу керек, қатын балашаға жаңағы холодильникта жаңағы тоңазытқыш тасса ішінде ештеңке жоқ, жаңағы қатын ерге қараған, ер жерге қараған осындай бір қысылтаяң сәт. Сондай кезде жаңа үйдің кредитін төлеу керек болады, көліктің кредитін төлеу керек болады, ары-бері жүріп тұру керек болады. Содан сөйтіп қиналып тұрғанда жаңа олардың алдына жаңағы еңкіш сарылар бара қояды. Ойпыр-ай, сен әулиесің, мықты журналист едің, әттеген-ай үйсіз-күйсіз қаңғып жүргенің-ай, немесе жаңа жұмыссыз қалғаның-ай, кредитің қиын болған шығар дейді де, жаңа уыс-уыс ақшаны береді. Сөйтеді де сол қытайшылдардың айдап салуымен қазақтың небір өзіміз сыйлап жүрген белді беделді азаматтары енді кезекте беттің арын белбеуге түйіп қойып, ұрпағының да өзінің де болашағын қатерге тігіп, қазір осы бүкіл әлемдік геноцидпен алысып жатқан бізге, біздің үйімізға, тағы басқаларға шабуылды күшейтіп келіп жіберді. Мен оларға айтатыным, абайлаңдар. Сендер бүгіндеріңді ғана көрмеңдер, ертең бүкіл әлемдік саясатта Қытайды геноцид жасаған қылмыспен айыптап, Қытай компартиясын фашистік ұйым деген кезде, сол кезде сендерге үлкен халықаралық сот ашылып қалып жүрмесін. Ол кезде қазақ екен деп, кеше дәмдес болып едік, аяйды екен демеңдер. Біз аяғанмен халықаралық фашизмге қарсы одақ дәл сол кезде сізді аямауы мүмкін. Дәл сол кезде Фейсбугіңді де, Твиттеріңді де, Ютубыңды де ашып отырып, кім қашан қандай IP адреспен қандай қорлық жаласын, мазағын, қаралаған, жалалаған күйелі сөзін жазды, соның бәрі шыға келгенде масқара болып отырып қалмаңдар. Сондықтан жалпы Қытайдың қылмысын ашқан азаматтарға өткенде Алматыда жеке бастарына шабуыл жасалды, өлтіріп кете жаздады. Енді осының сыры да сол кезде ашылады. Кім ұйымдастырды? Әшейін қоқан-лоқы бопса ма, жоқ шынайы оларды өлтірмек болды ма? Болмаса Қытайдан қашып келген мұрагер әлім менен Қайша Ақан қызы кімге зәбір жеткізгендей? Біреуі жай кәсіпкер бизнес леди болса, біреу жай қасапшы саудагер. Осылардың барлығына соншалық өшпенділікті кім тудыруы мүмкін? Сондықтан айналайын қазақтарым, бауырларым, болашақты ойлайық. Бүгінмен емес, ертеңмен өмір сүрейік.